Мемлекеттік бағдарлама аясында тіл мәдениетін көтеру, үш тілдікті насихаттау, қолдану аясын кеңейту мақсатында Ақсу қаласы мәдениет және тілдерді дамыту бөлімінің ұйымдастыруымен тіл дарын атты қалалық олимпиадасы өткізілді. Оған қаламыздың мектеп оқушылары мен колледж студенттері қатысты. Олимпиада қорытындысы бойынша Қара металлургия колледжінің студенті Сәкенов Досымжан 3-ші орынға, номер 7-ші орта мектебінің оқушысы Алтаева Алина 2-ші орынға және номер 7-ші орта мектебінің оқушысы Шаханова Мадина 1-ші орынға ие болды. Барлық жеңімпаздар мен қатысушыларға диплом мен алғыс хаттар, сыйлықтар табыс етілді. Қазақ тілінің көркемдік ерекшелігін, бай сөз қорын абай шығармашылығы арқылы насихаттау мақсатында Ақсу қаласы мәдениет және тілдер дамыту бөлімінің ұйымдастыруымен Абай атындағы көркем сөз оқу шеберінің қалалық байқауы өткізілді. Байқаудың әділқазылар алқасының қорытынды шешімі бойынша Ақсу қаласы халыққа қызмет көрсету орталығының маманы Советхан қызы Баянгүл 3-ші орынды, Жамбыл орта мектебінің 9-шы сынып оқушысы Еңсеген қызы Ақерке 2-ші орынды, Қанаш комбинатындағы орта мектебінің 10-шы сынып оқушысы Қуандық Айсымбет 1-ші орынды иеленді. Барлық жеңімпаздар мен қатысушыларға диплом, алғыс хаттар және сыйлықтар табыс етілді.